тойлап келеді. Домбыра қазақтың жаны, салтанат сәні, керек десеңіз өмірінің де мәні. Бұл музыкалық аспаптың пайда болу тарихы сонау ғасырлар қойнауында жатыр. Біздің дәуірімізге дейін 5000 жыл бұрын пайда болған екен. Домбыра қазақ халқының асыл қазынасы. Қос ішекті домбыра үнінде ұлы даланың тарихы мен сан ғасырлық шежіресі жатыр. Осы мақсатта бүгін біз Жанарқа аудандық балалар өнер мектебінің домбырашысы, дәстүрлі әнші Көшенов Ерқанат Айшырақұлымен сұхбаттасуға келіп отыр. Домбыраға қалай келдіңіз? Неше жасыңыздан бастап шұғылданасыз, сол жөнінде айтсаңыз? Ең алғашқы мектепке дейінгі жасымда нағашым болған. Оқушылардың сол кісі ең алғашқы Елімай деген әнді үйретті. Содан кейін әрмен қарай келген сайын әнді үйретті, қолыма домбыра беріп бастады. Мектепті тәмамдағаннан кейін 2008 жылы Жезқазған қаласындағы музыкалық өнер колледжін аяқтадым. 2011 жылы аяқтап, содан кейін сол жылдары оқып жүрген соңғы жылында Алматыға қазақ ұлттық консерваториясына, қазақ ұлттық консерваториясына конкурсқа барып, сол жерден сертификатын алып, қазір қызметім осы өнер саласында оқушыларым тәрбиелеп. Жақсы. Қандай да бір жетістіктеріңіз болса, солар жайлы айтып өтсеңіз? Жетістіктерді жаңағы оқып жүрген кездері, мысалы Әміре Қашаубаев атындағы үлкен республикалық жүлделердің дипломын атап келіп отырдым. Қарағанды облысының ең алғашқы ашылған мектепте мұғалімдердің арасында үздік конкурс жарияланды. Сол жылдары 2016 жылы үздік ұстаз атандым. Одан кейінгі алып отқан тағы да барып келіп Мен қазақтың бағдарламасына қатысты. Одан кейін Жанарқаның атынан оқушылардың көбінесе үздік, барған жерден республикалық конкурстарға болсын, облыстық конкурстарға болсын, жақсы орындар алып келіп, Жанарқаның мәртебесін көтеру үстінде. Әрмен қарай олардың орын алғандары менің осы жемісім деп ойлаймын. Бір жарды кетті, өмірді мәңгі мән соқты. Соларды іздеп, сорларды талай қаңсытты. Қойған-ау шіркін өмірдің қатал заңын. Оларға бізді, оларды бізге таңсытты. Аяқтап болып махаббат деген сапарда, қозы мен баян моласы міне атанды. Қалабым қанша тапқаны менен қарабас, қайырымсыз ата қарабайрайын қатал аягөз болып ғасырлар алға көшеді. Аягөз арулар еді-ау кешеді. Аягөз аядай бұлақ деседі. Қасында тұрдым солардың, қозыдай маңырап сүймеген сірә оларым. Жүректі егіз екіге бөліп моладыр, тұмсығы үшкір қанжарындайын қодарудың. Жол түсіп ұрпақ таңсыққа барсам тегіндей, бір соқпай кетпе күндізгі сонау көрінген. Қазақтың
осынау қасқайып тұрған төрінде, ағаларыңның